Сәлеметсіз? Саламатсыз ба? Есіміңіз кім болады? Гаухаргүл. Қай қаладан боласыз? Түркістан облысы, Түлкібас ауданы. Гаухаргүл ханым, сіз біздің курсымызға қатысқан екенсіз. Біздің курсымыздан сіз қандай нәтиже көрдіңіз? Жалпы осы кезге дейін бала оқыттыңыз ба, табыс таптыңыз ба? Соны азғантай айтып кетсеңіз, Иә, табыс енді 2-90-нан бастап балаларды қабылдаймын деп айттым. Оған дейін мен курсты алғаннан бастап бірінші сыныптан 2 бала алып, өзім үшін практика жасау мақсатында алып, оқыттым. 2 бала, екеуі де әріп білмейтін бала тұғын. Екеуі де результат көрсетті. И апайы риза болып, кейін мен енді айтып жатырмын ғой, осы балаларды мен әріп жаттатуға аламын, тек қағазын берсеңіз болды деп мен айтқан болатын. Содан кейін апай қуана енді келісіп, балаларын жаттаттым, кейін барып апарып бердім балаларын. Апай, мен осындай күнде бүйтіп жүре алмаймын, әріптерді жаттады, болды деп табыстап жатқан кезде жанында отырған апай: Гаухар, сен осындай оқытып жатырсың ба? Иә дедім. Сонымен тағы да менде де бала бар, әріп білмейтін, оқытшы. Мамасы қанша сұрасаң да береді, бала білмейді дейді. Сонымен ой, ертеңнен бастайсың ба дейді. Жоқ, мен уже алдын демалыс болып кетеді, 2-90-нан бастаймын деп. Болды дейді. Күнде қашан бастайсың? Тағы бір бастауыштың тағы бір мұғалімі айтып жатыр, 10 күн алсам. Одан кейін столовыйдағы бір апайымыз, ол да қызым ерке, оқымайды. Сонымен ол да айтып жатыр. Сол 3 оқушым әзірге жиналып тұр енді. Одан кейін еще қиялданып, мен бір не көріп қайтқам, центрден орталық ашқым келіп. Сонымен оны көрдім, арендасын ойладым. Мен еще балаларға ақысын айтып қойғам ғой мектептегі. Одан кейін ол балаларымды қайттан көтерсем ол ыңғайсыз ғой. Содан кейін бір өзімді кейін бастым, қоя тұр, закон малого начала. Қазір сен балалардан нәтиже шығарып жайлап көр, біраз жұмыс жаса, и одан кейін біраз уақыт өтсе, қанша айтсаңыз да алдағы уақытта кішкене өзім уже результат шығара бергеннен уже адамдар да кішкене біліп қалады деп ойлап жатырмын да. И кейін орталық ашуға кірісе берсем болатын шығар деп. Қазір енді орталықтың да кішкене оған бала жинау керек, оның ақшасы бар. Керемет, сіз үшін өте қуаныштымын. Маған курс ұнады негізі. Білмеймін, результат күшті, өзіме де ұнады. Өзім мат тобына сабақ беремін, оларға да қолданып қоям арасында. Негізі мат тобында әріптер жоқ қой, соның өзінде қолданып көрем, жақсы результат болып жатыр. Керемет, сіз үшін өте қуаныштымын. Енді алдағы уақытта, енді бүгін Алла қаласа сертификаттарыңызды алайын деп тұрсыздар. Алдағы уақытта жемісіңізді көре беріңіз, кереметте табыстарға шыға беріңіз, Алла қаласа. Сізге сәттілік.